Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үйіңізге аяқ асты қонақ келіп қалғанда немесе уақытыңыз аз болғанда тез дайындап жіберетін салаттың рецептімен бөлісемін. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай қатты сырды осылай үш бұрышты етіп жұқалап турап аламыз. Енді шұжығымызды да жаңағы сырымыз сияқты үш бұрыш пішінді етіп турап аламыз. Мінекей осындай кішкентай көлемде болады. Оны ыдысымызға саламыз. Енді қызанағымызды да тура солай қатты жіңішке емес, үлкен емес етіп турап аламыз. Мінекей қызанағымызды турап ыдысымызға салып алдық. Енді банкідегі осындай корнишондарымызды үстіне саламыз. Одан кейін осылай салат жапырағын қатты үлкен емес етіп оны да турап алатын боламыз. Барлық жапырақтарымызды осылай турап ыдысымызға салып алдық. Енді одан кейін суда піскен жұмыртқаны қатты майда емес етіп осылай видеода көрсетілгендей қылып турап алыңыздар. Енді оның үстіне осындай консервідегі жүгеріміздің кішкентай құтысын полный салып аламыз. Үстіне жарты шай қасыққа жетпейтін тұз салып, дәміне қарай майонез құйып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салатымызды араластырып болдық. Енді қалауыңызша үлкен тәрелке немесе кішкентай тәрелкеге салып қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің бар болған 5 минутта дайын болатын өте дәмді салатымыз дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.